Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қызыл барқыт тортын жасап шығамын. Бұл сан түрлі рецепттерден тұрады. Соның ішінде өзіме ұнайтын рецепттермен сіздермен бөліскім келіп отыр. Каналымнан алыстап кетпей соңына дейін қараңыздар. Бұл жерде бізге үй температурасындағы сары майымыз керек. Оған қантымызды салып, ертіп шығамыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, жай біртіндеп салып отырамыз. Осылай араластырып отырыңыздар. Тағы да біреуін шағып, осылай араластырып отырыңыздар. Үстіне сұйық майымды құйдым. Жақсылап араластырған сайын дәмі өте керемет болып шығады. Ұнымызды елекпен өткізіп, үстіне ас содасын, ванилин, какаоымызды, азғантай тұзымызды саламыз. Сөйтіп барлығын араластырып аламыз. Рецепттерін описаниесіне қалдырып отырамын. Мына жерге айранға 2 қасық красителімізді араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Содан жаңағы електен өткізген ұндарымызды, ванилин, разготейки бәрін осылай араластырып, үстіне бөліп салып отырамыз. Барлығын сразу салып жібермейміз. Если үстіне барлығын салып жіберсек, ол көтерілмей қалады. Сол үшін аз-аздан құйып, айранымызды да осылай аз-аздан құйып отырамыз. Барлығын енді жақсылап тұрып, блендерден өткіземіз. Жақсылап араластырамыз. Қазір керемет тесто шығады. Каналымнан алыстап кетпеңіздер. Осылай пирог пісіретін ыдысымызға осылай пергаментімізді дайындап аламыз. 4 бөлікке бөліп. Бөлікке бөліп, мінекей тамақ құятын ожаумен 4-ке бөліп салып шығамыз. Менде бұл жерде 1,5-2 ожаудан шықты. Осылай теңбетен бөліп, осылай шығамыздар. Бұл жерде стаканмен де бөлсеңіздер де болады. Осылай үстін бір күлкі тегістеп шығамыз. Жасалу жолы да өте оңай. Мен духовканы қыздырып қойдым 200 градусқа. Осылай жақсылап тегіс болып, әдемі болып шығу үшін бірдей осылай салып пісіріп аламыз. Тестамыз әдемі болып шықты. 10 минуттан пісіріп алдым. Мен әрдайым өз пирогтарымды 200 градуста пісіремін. Осылай шеттерін алып кесіп аласыздар. Сіздер 180 градуста да пісірсеңіздер болады. Егер газ пештеріңіз жақсы болса, мен 200 градуста пісіріп алдым. Мінекей осылай дайындап алдым. Творожный сырымды салдым. 1 стакан қантымды салдым. Осылай екеуін жақсылап араластырып аламыз. Мен осылай араластырып аламын. Сепкенді 15 минут алдын морозилкеге салып аламын. Сепкенді морозилкеден алып, осылай үстіне құйып шықтым. Жай араластырған сайын қоюлана түседі. Осылай мешогымды басын өте жіңішке де емес,
кесіп алдым. Астына кішкене қайып кетпеу үшін осылай жасап шықтым. Осылай тестаны қойып, кремін осылай сала берсеңіз болады. Осылай жасап шыққаннан кейін ортасына қасықпен кремімді салып, екі ішін болып шығамыз. Жасап шығасыздар. Өте оңай жасалу жолы. Енді үшіншісін қоямыз. Осылай жасап шығасыздар. Соңғы кремді салып жатырмын үстіне. Қалай өздеріңіз қалай безендірем десеңіздер де өз еріктеріңізде. Мен үстіне креммен осылай жасап шықтым. Міне мен осылай салып болғаннан кейін шетінде қалған нелерді осылай езіп шықтым. Мен бұл жерде шарикстен кішкентай етіп үстін безендіру үшін сіздер өз қалағандарыңызша жасауға болады. Мен осылай безендіріп шықтым. Көмелер етіп қойып шықтым. Жан-жағына көмекбаларымды қойып шықтым. Осылай жасап, әдемі торт шықты. Дәмі өте керемет. Менімен болғандарыңызға рахмет. Өз пікірлеріңізді комментарияға қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Соңына дейін қарағандарыңызға